Я негізі ұстаздықты кішкентай кезімнен мұғалім болғым деп қалағанмын. Өзім мектепке бармай тұрған кезде көршілердің балаларын жинап алып, мен мұғалім боламын деп жүретінмін. Сондықтан бұл менің ең негізгі мамандығым ретінде танылады. Ал енді қазір ойлап отырсам, бұл шынында менің өмірлік миссиям екен. Өйткені бала ананың бауыр еті, көз қуанышы. Ертеңде үміт артып отырған жеткіншек, соны бізге тапсырудың өзі үлкен жауапкершілік танытады. Ал сол баланың ертең күні үлкен азамат болып шығуы ол мұғалімге байланысты деп ойлаймын. Осы 30 жылдық мұғалімдік ұстаздық жолында қаншама баланың жаңа өмірге қанат қағуына бағыт бағдар бергенімді өзіме бақыт сезінемін. Демек мен өмірлік миссияма айналған мамандықты керемет бір көңіл күймен атқарып келе жатырмын деп ойлаймын. Ертеңгі күнге үміт артқан балалардың барлығының өмір жолына үлкен қадам бастауына тағы да үлес қоса беремін деген үміттемін. Ұстаздық жалпы балаға білім беру емес, ол тәлім тәрбие беру, өміріне бағыт бағдар көрсету деп түсінемін. Жалпы менің өмірімде ұстаздық ол үміт пен сенімнің, жауапкершілік пен сүйіспеншіліктің символы деп түсінемін. Арман алға жетелейтін қанат. Менің де бала кездегі арманым ұлағатты ұстаз болу. Менің ұлағатты ұстаз жолын таңдауыма себепкер болған биология пәнінің мұғалімі Жанұзақова Берікгүл апай. Тек армандап қана қоймай, арманға жетер жолда іс-әрекеттер жасап, еңбек етіп, білім алу қажет. Мен де білім саласында еңбек етіп, білім алдым. Жалпы ұстаздық ету жүректің батырлығы, сезімнің ақындығы. Ұстаздық етуден жалықпайық, білімді шәкірттеріміз көп болсын. Менің ұстаздық ұстанымым ол оқушылардың бойындағы оқуға деген қабілетін ояту. Тек қана білім беріп қана қоймай, оқушылардың бойындағы тұлғалық қабілетін, шығармашылық қабілетін, одан бөлек болашаққа деген ойын тұлға ретінде қалыптасуын дамыту. Мен оларға тек қана өмірде жақсы нәрсені үйренуге, 5 нәрседен қашық болып, 5 нәрсеге асық болуға баулуды үйреткім келеді. Құрметті әріптестер, баршаңызға ұстаздық жолда сарқылмас күш-қуат пен шығармашылық шабыт тілеймін. Шәкірттеріңіздің жетістіктері сіздерді әрдайым қуантып жүрсін. Еңбектеріңіздің жемісі елдің игілігіне айналсын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға қуаныш пен береке тілеймін.